Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Елімізде зейнетақы көлемі асты. Жәрдемақы алатындары тезірек көрсін. Жедел ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомыз жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. 2024 жылы Қазақстанда қандай төлемдер мен жәрдемақылар өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік төлемдердің түрлері және оларды өсіру жоспары туралы ақпарат берді деп хабарлайды Massagate тілшісі. Министрліктің мәліметінше, мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің барлық түрі 2024 жылы 7%-ға өседі. Еңбек министрлігі мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің осы түрлерін саналамдап өтті. Атап айтқанда, бұлар мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдер, номер 1 және номер 2 тізімдер бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар, жерлеуге арналған бір жолға төлем, бала тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын ай сайынғы бюджеттік субсидиялау. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасыларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбат көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен?